Аузы дуалы елдің азулы ақсақалдары Бекболаттың үйіне бет алды. Сау өте қалған күтпеген қонақтар бәйбішені біраз састырды. Шай қойып әуре болма бәйбіше. Бекең қайда? Бекең бесін намазын оқып жатыр. Қазір келеді деді бәйбіше. Тез етіңдер, ақсақалдарға сабадағы салқын қымыздан құйыңдар. Шөл бастын деп бәйбіше келіндерге тапсырма беріп жатыр. 12 қанат ақ ордада отырған ақсақалдардың ортасына қаба сақалы кіндігіне түскен, 60-ты алқымдап қалған қаз дауысты Қазыбектің ұлы Бекболат кіріп келді. Ассалаумағалейкум ағайын, аманшылық па? Суыт жүрсіңдер ғой. Құдай бетін әрмен қылсын, суық хабар жоқ па? Ауыл елдерің аман ба? Не болып қалды? Адамды ойландырып тастадыңдар ғой. Ау Беке, ел аман, жұрт тыныш. Сен қобалжытындай шаруа жоқ. Бәрі елдің қамы ғой. Ақсақалдар ақылдаса келе, алдыңа келуді жөн көрдік. Сенің әкең бозбала шағында қалмақтың қаны қалдан сиренді тілімен тәнті қылып, сұрағанын соғыспай алды. Құл болған ұл мен күң болған қызды, қолды болған малды елге аман есен қайтарды. Жау да болса, қалмақтың қанының батасын алып ықыласына бөленді. Содан бастап қаз дауысты Қазыбек атанды. Сыбағасы егізден болды. Әкең барған жерде оның құрметіне 2 мал сойылатын. Елге байғұт емес, биғұт демекші. Содан бастап әкең қаз дауысты Қазыбек елдің құтына айналды. Әкеңнің кіндігінен тараған 5 едіңдер. Қатынға еге болатын 4 ұлым, елге еге болатын Бекболатым бар деп, текті әкенің батасы саған бұйырды. Сол батамен мына елді 40 жылдан бері майдан қылды суырғандай шашпауын шығармай басқарып келесің. Бияға, көңіліңе тисе де айтайық. Тумақ бар да өлмек бар. Жұмыр басты топырақ басқан пенде талқаны таусылған күні бәрін тастап кете барады. Жаратқан жапар еміз пұлсыз берген жанын құнсыз алады. Жасың болса пайғамбардың жасынан асты. Көзіңнің тірісінде айтып кет, көңіліміз күпті болмасын. Елдің тізгінін қайылыңа бересің. Мазалаған осы сұрақ бізді осы үйге алып келді. Не дейсің, аузы дуалы абызым деп ақсақалдар жағы бидің аузына қарады. Бұл ой биді де біраздан беріп мазалап жүрген. Дәстүр бойынша тізгін бәйбішенің ұлынікі. Жетектеген ит аңға жарымайды дегендей, олардың да ел билеп жарытпасын әке жүрегі сезеді. Алайда айтуға бәйбішеліге бата алмайды. Заты қатын емес пе? Тізгінді тоқалдан туған тіленшіге берем десе, жамандықтың бәрі іштарлықтан дегендей, балаға қастандық қылама деп сескенеді. Тобылғымен сталған сарығымызды саптаяқпен сапырып отырған бәйбішенің тұсына қарап сөйлейін деп еді, бәйбішенің сілеусінің көзіндей сығырайған сұсты жанарынан бейата іркіліп қалды. Шыбынның ызыңы естілмейтін үнсіздікте шымылдықтың артында отырған тіленшінің бір анадан бірге туған қарындасы бұзды. Ау көке деді, жұлып алғандай. Тіліңді жұтып қойдың ба? Тіленші бар емес пе деп қыз әкесіне қарады. Ойбай, ол жүгірмек бар екен ғой. Ол жүгірмекті ұмытып кетіппін ғой. Ол қайда жүр екен? Тіленші ауылдың балаларымен Нұраның бойында қой бағып жүр деді қызы. Қымыз ішілген кеселерін дастарханға қойып, ақсақалдар бата қылды. Соңынан бәрі өре түрегеліп Нұраны беттеді. Өзеннің бойына қойды өргізіп жіберіп, жалаңаш денесін күн қақтаған 9-10 жасар балалар бір-бірімен алысып ойнап жүр екен. Доданың ортасында білегін сыбанып күресіп жүрген Бекболаттың кенжесіне ақсақалдар: "Ау тіленші, біз сені әкеңнен соң елге еге болама десек, жарлының жаман баласындай қой бағып, елдің баласымен жұлқысып жүргеніңе жөн болсын. Осы жүрісіңе ұялмайсың ба?" деді. Ұялатындай біреудің адаласын аузынан жырып алған жоқпын. Аманатқа қиянат жасап, уәдемнен тайған күнім жоқ. Сөзге тұрмай тайқып кеткенім тағы жоқ ақсақалдар деп аптығын әрең басты бала. Әкем Бекболат атақты абыройлы бай бағландармен таңды таңға ұрып әңгіме айтады. Алдарына кең дастархан жайып, иықтарына құндыз шапан жауып, астарына ат мінгізеді. Ал қарапайым қара халық болса, әкемнің қату қабағынан алдына қаймығып бара алмайды. Дастарханның басында бірге отырмақ түгілі, жанын жеген сұрақтарына жауап ала алмайды. Менің бүгінгі ісім ертең ел тізгінін қолға алсам, кешегі өзімізбен бірге алысып
қой баққан тіленші еді ғой деп мына қарапайым халық алдыма жөн сұрауға емін еркін кірсін деген ниетім ғана еді дейді. Баладан дананың сөзін естиміз деп ойламаған ақсақалдар біраз іркіліп қалды. Қасқадан қасқа тумаса да төбел туады деген. Осы сөзді құлағы тесік құлдың баласы айта алмас еді. Тек татаның баласы екенін көрсеттің тіленші. Асылдың сынық едің, тектінің сідік едің. Мінезіңнен дәметпейміз, сүйегіңнен дәметеміз сенің тіленші. Аталарыңның ботасын алма, батасын ал. Бота өліп қалады. Батадан бағың жанат балам деп, елдің азулы ақсақалдары тіленшіге батасын береді. Жан жағына шұғыласын шашып, атқан таңдай арайлап келе жатқан бала бидің тағдырын елдің игі жақсылары осылай шешкен екен. Дана халқымыз, балам деген жұрт болмаса, жұртым деген бала қайдан шығады деп бекер айтпаса керек. Бұл жинақ 222 беттен тұрады, 11 тараудан тұрады. Қазақтың сөз атасы Майқы биден бастап қазіргі жақсыларының әңгімесі жиналған жақсы бір жинақ. Адамның өмірін өзгертетін бір кітап. Сол кітапты табу үшін 100 кітап оқу керек дейді. Сол 100 кітаптың сығындысы ардақты ағайындар. Ойымды өзгертемін, өмірімді өзгертемін десеңіздер, ойшам жинағын алыңыздар.